тырысайық, максимально пайдалы эфир болады деген үміттемін. Ондай болатын болса, құрметті әріптестер, бір кері байланыс жазып жіберсеңіздер, дауыс естіліп тұр ма? Видео көрсетіп тұр ма? Естіліп тұр, көрініп тұр. Все, жақсы. Әдемі. Так, көрініп тұратын болса, ондай болатын болса, мен бастай берейін. Сұрақтарды талдайық. Сұрақтардың көп детально қарастырмауға тырысам. Бұл сұрақтардың барлығы сіздерге таныс та болуы мүмкін. Чатқа болмаса жалпы микрофонды қосып алып дұрыс жауабын жаза берсеңіздер де болады. Тест-центрдің ұсынған платный нұсқалары, былай қарап тұрсаңыздар, біздің нұсқалармен сайма-сай, бірақ та аралас келеді екен, қазір де байқап қалсаңыздар болады. 50-ден 50-ге алуға тырысайық. Әрбір нұсқаның қандай фишкалары бар, қандай заттарға назар аудару керек деген сияқты заттардың барлығына тоқталып өтетін боламыз. Ондай болатын болса, құрметті әріптестер, мына нұсқаға кірісеміз. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер, түсініксіз болып қалған жағдай болатын болса микрофонды қосасыздар, айта берсеңіздер болады. Ең бірінші сұрағымыз бізде бетеді. Нейропакеттерде нейрондық желілерді оқытуды жүзеге асыру алгоритмі дейді. Осы негізінен операциондық сұрақтардың біреуі және де бірегейі. Бұл сұрақ бізде негізінен сигмоидалық дегенді біздің жүйе қабылдайтыны айдан анық. Бірақ та алгоритм деген сөздің аясында, егерде кітапты ашып қоятын болсақ, бізде генетикалық, стохастикалық және градиенттік деп үшеуі берілгенде, үшеуі де алгоритмнің 3 түрі деген сияқты заттарды осы нейропакеттік нейрожелілердің оқыту әдістерінің алгоритмдері деп те падават еткен. Бірақ та біз жерде мынау алгоритм емес, асыру функциясы деген сұрақ болатын болса, біз негізінен осы сигмоидалықты таңдап дұрыс жауабын таба алуымыз керек. Енді біздің кезекте жүйе қайсысын қабылдайды? Сигмоидалықты қабылдайды. Біріншіден, сондықтан да осыны белгілей берсек болады, егерде апелляция арқылы бұл сұрақ дұрысталып кетпелген болса. Екіншіден, бұл жақтағы енді қараңыздар, мынандай момент. 3 алгоритмді берген, үшеуі де по идее бізде кітапта алгоритмнің атауымен сайма-сай келіп тұрды. Үшеуінің біреуін таңдап қойған жағдайдың өзінде сіздер жаңағы операция арқылы сұрағыңызды дәлдеп шықсаңыздар болады. Ал мына жерде енді үшеуінен отличаться етіп тұрған негізінде сигмоидалық функция әрпіне қатысы бар деп біз оны талдаған да едік қой. Соны еске саласыздар. Нейропакеттердің нейрожелілерді оқыту жүзеге асыру функциясы ол бізде сигмоидалық деп қабылдай берсеңіздер жарасады екен. Осымен біздің бірінші балымыз уже бірінші сұрағымыздың өзінде қарап тұрсаңыздар, тест-центр бізге не істейді? Операциялық сұрақты беріп отыр. Операциялық сұрақтарға мұқият болыңыздар. Сигмоидалық функция, мынау үшеуі алгоритмдеріміз. Шатаспаймыз. Так, жүйе қабылдайтын осы, кеттік ары қарай. Түстер тереңділігі үлкен бейнелерді сақтау үшін қолданатын танымалы форматтардың бірі. Түстер тереңдігі бұл бізде тип форматы. Ары қарай осылай осы темппен ұра берейік. Бұл сұрақтар сіздерге әбден таныс болса да керек. Unicode халықаралық стандартына сәйкес бір символдың салмағы дейді. Бізде бұл жерде енді Unicode бар, ASCII бар. ASCII-де бізде 8 бит болады әрбір символ үшін. Unicode-да бізде 16 бит беріледі екен. Бұл жақсы. Не үшін ондай болған десеңіздер, мына жерде мысалға Unicode-да негізінен ASCII-дің үлкейтілген версиясы бір сөзбен айтқан кезде. Әрбір символ үшін бізде жаңағы биттердің санын көбейту арқылы ол таблицада көптеген символдарды қосуға мүмкіндік бар деген сөз. Қазіргі уақытта негізінен 16 битпен де ограничиться етмейді, бірақ та біздің кітаптың жазғаны бойынша бізде 16 бит Unicode халықаралық стандарты деп қабылдай береді екенбіз. Төртінші сұрағымыз ақпараттың қолжетімділігінің негізгі қауіптеріне жатады. Енді бұл жақта енді ойлануымыз керек. Сәл-пәл шатастырулармен берген. Қолжетімділік дегеніміз не ол? Жалпы қолжету деген сөзбен сайма-сай, өзінің мағынасына логикалық айтып өтетін болсақ, бұл жақта мысалы мен өзім деректерім бар. Мысалы мен өзім жазатын WhatsApp-тағы сообщенияларым бар, өзімнің нөмірім бар, өзімнің атым бар, ояққа тіркеп қойған деген сияқты заттарым бар. Ол өзімнің деректерім. Паспорт болсын, пароль болсын, атым болсын, жаңағы телефон нөмірі болсын, ол менің деректерім. Бұл жүйеге салған менің деректерім. Енді мен кез келген жерден сол деректерге қол жеткізгім келетін болса, яғни оларды алып алғым келетін болса, оларды өзгерткім келетін болса, оларды
қарай алғым келетін болса, олардың балалығы маған қол жетімді болу керек екен. Енді осы қол жетімділіктің, яғни осы қол жетімділіктің несі қаупі қайсы деген сұраққа бірге жауап беруге тырысайық. Яғни мысалы бір деректерді сақтадым, оған кез келген жерден доступ ала аламын да, бірақ та оның бір қаупі бар. Қайсы осының арасындағы қауіп болып саналады екен? Желіге заңсыз қосылу мүмкіндігі дейді. Қосымша хабарларды енгізу дейді. Деректерді енгізу дейді, жүйенің істен шығуы дейді. Қайсы болу мүмкін? Жүйенің істен шығуы. Жүйенің істен шығуы. Жаңағы логикаға салатын болсақ, қол жетімді болып тұрады ақпарат. Егер де жүйе істен шығып қалатын болса, ол аппараттық жүйе болса да, ол жаңағы аппараттық, болмаса программалық жүйе болатын болса да, олар жүйеден шығып қалатын болса, яғни істемей қалатын болса, яғни сервер істемей қалатын болса, түбінде біз не істей аламыз? Өзіміздің ақпаратқа қол жеткізе алмаймыз. Негізінен бұны кітаптың өзіне де дәлелдеп тастасақ болады екен. Жаңа бір қарап шыққан болатынмын. Бұл бізде 10-шы сыныпта кездесетін ақпараттық қауіпсіздік тақырыбы аясында кездескен тақырыпшаларымыз. Егер де бірінші кітапшаны ашатын болсақ, бұл жақта емес, по-моему, екінші кітапшамызды, мысалға міне ақпараттық жалпы қауіпсіздігін қорғау үшін біз мына 3 терминді қолданамыз. Ақпараттың қол жетімділігі, кез келген уақытта ақпаратты алу мүмкіндігі дейді. Ақпараттың тұтастығы дейді. Тұтастығы дегеніміз бір компьютерден екінші компьютерге ақпарат беріп жатқан кезде ортасында ақпарат өзгермеу керек. Яғни 100 деп берілетін болса, ақпарат сигналдар арқылы екінші компьютерге барған кезде тура сол ақпарат сақталу керек. Бұл ақпараттың тұтастығы. Үшіншісі ақпараттың құпиялығы, яғни жолда бара жатқанда болсын, келе жатқанда болсын, ол ақпараттың құпиялығы сақталуы керек. Енді осы кітаптың аяқ жағына баратын болсаңыздар, уже ақпараттың қол жетімділігінің негізгі қауіптері деп тұр. Енді осылардың барлығын бір қарап шығатын болсақ, тасымалдау ережелерінің бұзылуы, жүйенің істен шығуы дейді, жаңа ғана айтып жатқан нұсқамыздың біреуі екен. Жүйенің істен шығуы, яғни сұраныстардың шектен тыс көп болуы, өңделетін ақпарат көлемінің көптігі және тағы да басқа. Яғни бұл жерде уже сервер жұмыстан шығып қалды, болмаса жаңағы программалық жабдықтарымыз жұмыс істемей қалды деген сөз. Ары қарай баратын болсаңыздар, тура сондай ақпарат сіздерге беріледі. Ақпараттың тұтастығының негізгі қауіптері туралы, ақпараттың құпиялығының негізгі қауіптері туралы осындай ақпараттардың барлығы беріліп жатады екен. Осылардың барлығын бір қарап шығатын болсақ, бізге ешқандай теориялық ақпаратымыз қиын болмайды деген сөз. Енді бұл жерде бұл кітаптарға салмай-ақ қалай білуге болады дейтін болсаңыздар, жаңағы қауіпсіздігіңіз бар, өзгермеуі, қол жетімділігіңіз бар, үшеуінің мән мағынасын бір-біріне байлап түсініп алсаңыздар жеткілікті деп ойлаймын. Енді бұл жақта сұрақтар туындамайтын шығар, бұлардың барлығы түсінікті шығар. Бізде ақпараттың қол жетімділігінің негізгі қауіптеріне жүйенің істен шығуы жатады екен. Так, сет нашар болып тұр, дейді, экран бұлыңғыр болып тұр, экран бұлыңғыр дейді. Үш кісі де сондай жазыпты. Құрметті әріптестер, айып етпейсіздер. Мен қазір уже записті бастадым. Сіздерге записті артынша жіберетін боламын. Егер де сұрақтар болатын болса, жаза берсеңіздер, нұр үстіне нұр. Қалған әріптестерді вроде тартып тұрған көрінеді, Так, ары қарай кеттік. Бұл сұрақ түсінікті болды ғой, Бұл жақта енді теориялық ақпарат екен, кемшілігі, артықшылығы деген сияқты заттардың барлығын біздің мынау анықтамаларына байланысты біле алуымыз керек екен. Желіге заңсыз қосылу мүмкіндігі, жаңа ақпараттың өзгеруіне байланысты болайын деп тұр, Былайды қарап шығатын болсақ, сонымен қатар тұтастығын, тұтастығы бар, құпиялығы бар және қол жетімділігі бар. Қосымша хабарларды енгізу, бұл да тұтастығына саймаса келеді. Деректерді өзгерту, ол да тұтастығының жойылуына, болмаса өзгеріп кетуіне қауіп болып саналады екен. Так. Тағы да бір рет айтасыз ба? Микрофонды қос. Естілмей қалды сіздің дауысыңыз. Саламатсыздар ма? Көрінбей тұр. Жазуыңыз көрінбей тұр. Жазу көрінбей тұрса, мен записке түсіріп жатырмын. Жазып жатырмын эфирді артынша жіберетін боламын. 1 сағаттың көлемінде сіздерге. Экраны шынымен мүлдем көрінбей тұр. Жазуда ештеңе вообще болмайды. Барлығыңызда солай ма, құрметті әріптестер? Көрініп тұрған кісілер бар ма екен?
деген мәселе. Көзіміз ауып кетті шын айтқанда. Экран бұлдырап көрінбейді, салматса. Көрінбейді. Көрінбей жатыр ғой. Анық емес. Экран көрінбейді. Так, ондай болатын болса, мен білесіздер ме, бетейін көрінбей тұратын болса, YouTube-қа шығайын, YouTube-қа трансляция салсам, сразу сол жақтан уже паузаға басып, барып көріп алсаңыздар болады екен деп ойлап отырмын қазір, потому что міне жақта уже үшінші сетті ауыстырып отырмын. Енді анық сияқты, енді бір көріңіз, түріңіз анық көрініп тұр. А вот қайтадан бұлдырап кетті. Вот теперь анық. Әлі бұлдырап тұр. Жоқ, әлі анық нақтан емес. Алыстан қарасын деді, ақпарат қолжетімділігінің негізгі қауіптеріне жатады деп. Анық емес. Кейін бұлдырап тұр. Қайттан көрінбей кетті. А вот енді анық. Енді жақсы орында. Енді жақсы көрінді. Бір сет тартпай қалып жатыр ғой, сет получается. Солай болып тұр екен. Хорошо, құрметті әріптестер, мен барынша аналардың Енді анық барлығын тұр. скриндап сіздерге жіберіп отырайын ба, қалай қылайын онда? Скриндап сіздерге жіберіп деп отырайын, ондай болатын болса, егер мүмкіндік болатын болса, мен мысалға мынандай сұрақты аламын да, скриндадым, чатқа салам ба бірден? Чатқа салуға да мүмкіндік жоқ екен. Ұзақ болып кетеді, жарыл. Иә, ол да ұзақ болып кетеді. Мен записке түсіріп жатырмын, құрметті әріптестер. Не болса да осылай Иә, осылай отыра беріп жоған. сұрақтарды барынша оқуға тырысам, естеріңізге түсетін болса, жауаптарды айтып отырыңыздар. Мен записті артынша 1 сағаттың көлемінде сіздерге жіберіп беретін боламын. Егерде сұрақтарыңыз сол кезде туындайтын болса, маған да жаза берсеңіздер болады. Енді мынау сұрақ ақпараттың қолжетімділігінің негізгі қауіптеріне жатады дейді. Бірінші варианты желіге заңсыз қосылу мүмкіндігі деген, екіншісі жүйенің істен шығуы деген, жүйенің істен шығуы бізде осы ақпарат қолжетімділігінің негізгі қауіптеріне жатады деп белгіледік. Бұл жүйе бізді қабылдау керек, өйткені біз кітаппен де бұл варианттың дұрыстығын дәлелдеп бердік. Мына жерде мысалға ақпараттың қолжетімділігінің негізгі қауіптері деген ақпараттардың арасынан жүйенің істен шығуы деген вариант бар екенін көріп отырмыз. Ондай болатын болса, 5-ші сұрақ, құрметті әріптестер, бір шарттың орындалуы немесе орындалмауы дейді. Бұл жақта варианттарымыз қайталану алгоритмі, тармақталған алгоритм, циклдық алгоритм, сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритм дегеніміз ақпараттың барлығы бірінен кейін бірі орындалуы, цикл дегеніміз бір ақпараттың қайталануы, тармақталған дегеніміз біз не істеуіміз керек? Біреуін таңдауымыз керек, либо А-ны таңдауымыз керек, либо Б-ны таңдауымыз керек деген сияқты екі варианттың, болмаса бірнеше варианттың біреу ғана орындалады деген сияқты тармақталуымыз бар. Бұларды шартты алгоритмдер деп те атайды. Ал қайталану алгоритмі дегеніміз жоқ, негізінен бізде мынау үшеуі қарастырылады. Қайталануды негізінен циклдік алгоритмдеріміз қамтып кетеді. Бұл бізде 5-ші сұрақ, 5-ші ұпайымызды алдық деп белгілейік. Келесі 6-шы нақты объектінің құбылыстың немесе процестің қарапайым түрде берілуі. Бұл әрине модель. Модель болып келеді. Қалғандары формула, функция, есеп. Бұл жерде мысалға нақты объектінің құбылыстың немесе процестің қарапайым түрде берілуі деген ақпаратты сіздер Excel тақырыбының аясында келіп жатқанын ескеріңіздер. Қалған ақпараттарымыздың барлығы сол Excel функциясының ішінде қолданатын кішігірім объектілер. Келесі 7-ші бізде циклды шығару үшін көрсетілген команда қай жолда орналасқан дейді. Енді бұл жақта білесіздер, қаншасыншы жол? Брейк оператор. Брейк операторына қараймыз. Иә, брейк оператор қай жолда тұрғанын қараймыз. Бұндай, по-моему, бізде 2-3 сұрақ бар. Бұл 2-3 сұрақтың арасында біреуінде 7-ші орында тұрады, по-моему, біреуінде 8-ші орында тұрады деген сияқты ақпарат бар. И соларды шатастырып алмауымыз керек. Мыналарды санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ші орында тұрған брейк командасы бізде мынау while деген циклды істен шығарады екен. Ол қай кезде істен шығарады? Егер де мынау number деген ақпараттың ішінде exit деген ақпарат орналасса деген сияқты ақпарат. Енді біз 8 деген линияны таңдаймыз, содан кейін барып 8-ші сұраққа кеттік. Бұл сұрағымызда бізге белгілі, бұл жақта негізінен бұл сұрақты полностью виртуалды жеке желі. Иә, бұл қандай? Виртуалды жеке желі. Виртуалды жеке желі. Дұрыс айтасыз, бұл жақта неге ескеру керек, нені қарау керек? Мына жақта VPN дегенді қарау керек. VPN дегеніміз Virtual Personal Network деген сөздерден алынған, яғни виртуалды жеке желі дегенді
білдіреді екен. Хорошо. 9-шы сұрағымыз Эдвак Эньяк. Бұны жатқа білуіміз керек енді. Бұл бізде бірінші тармақтағы компьютерлеріміз. 10-шы нұсқада фотолар салуға, өңдеуге, логотиптер жасауға арналған әмбебап қосымша. Бұл жақта бұның жауабын біз жатқа білуіміз керек. PixBuilder деген программа бар. Сол PixBuilder деген программаның жалпы анықтамасында фотоларды салуға, өңдеуге, логотипті жасауға арналған әмбебап қосымша деп арнап берген екен. 11-ші сұрағымыз процессорды 1 секундта орындай алатын операциялардың санын есептейтін, ол бізде мегагерц екені айдан анық. Мегагерц дегеніміз жалпы 1 секундта қанша миллиондаған операцияны біздің компьютер орындай алады, болмаса біздің процессор орындай алады деген сұраққа жауап береді. Мысалға сіздерде көбінесе 3,5 мегагерц деген сияқты процессордың қуаттылығы бар процессорлар қолданылады. Әшейін компьютерлерде сол жаққа назар аударатын болсаңыздар, ол негізінен 3,5 миллион операцияны 1 секундта орындай алады деген сөз. Мысалға мынау Intel Core дейді. Бұл жақта Acer ноутбугі 3,8 гигагерц деп жазып болған екен. Яғни 3,8 миллиондаған операцияны 1 секундта орындай алады деген сөз. Так, 12-ші сұрағымыз, программа кодын іске қосқанда экранда пайда болады дейді. Бұл жақта енді Fibonacci берілген екен. Fibonacci деп аты жазылған, мынау def арқылы. Бізде Fibonacci функциясы берілген, def деген сөзі арқылы. Біз түсінуіміз керек, что def арқылы біз не істедік? Fibonacci функциясын іске қосып жатырмыз. Fibonacci алады да бір n мәнін қабылдайды дейді. Мына жақта Fibonacci деген сөздің өзі жазылған. Одан кейін барып бізде мына жерде бұл рекурсивно жасалып отыр екен. Рекурсивно дегеніміз не сөз? Рекурсия дегеніміз, мысалға менде функция болатын болса, функция алады да, мысалға n арқылы шақырылып жатыр. Ал n-нің орнына Fibonacci 4 дегенді жазып қойған екен. Так, құрметті әріптестер, Бұның жауабы В варианты 3 деп бізде. В варианты. Так, былай қылайық, құрметті әріптестер, микрофонды бір-бір өшіріп қойсаңыздар, мен мынаны бір талдап жіберсем, потому что мына жерге сізге 4-ші санды келтір деп отыр ғой, 4-ші санды 3 екені айдан анық. Ал егер сіздерге 5 деген сан беріп қалса, 6 деген сан, 7 деген сан беріп қалатын болса, біз жауабын қалай табамыз деген сұраққа да жауап беріп кете салайық. Так, микрофонды өшіріп қойып, құрметті әріптестер, бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Мынау функция бидеді. Егерде микрофонды өшірім керек болып тұр. 3-тің ответі қандай болды дейді. 3-тің ответі ол 16 бит болыпты. Unicode туралы сұрақ екен. Так, біз 12-ші сұраққа келуге болатынбыз. Бұл жақта Fibonacci. Fibonacci'дің функциясы былай жазылып жатыр. Бұл жақта назар аударатын зат не? Бірінші қараңыздар. Return деген функция арқылы жазылып жатыр. Return дегеніміз ол кері қайтару деген сөз. Егерде n кіші болатын болса, немесе тең болатын болса, бірге, не істеймін, мен n-нің мәнінің өзін қайтарам дейді. Әйтпесе дейді, else дейді. Else мен Fibonacci'дің өзін n-1 мен шақырам. Оған қосамын Fibonacci'дің өзін n-2 мен дейді. Сонда получается мынау Fibonacci функциясы шақырған кезде ол n-1-ді неқа қояды да, функция өзін өзі қайта-қайта шақырады. Бұл бізде рекурсия деген әдіс тәсіл деп те қарастырсақ болады. Рекурсия дегеніміз функция өзінің денесінде шақыратын болса, ол рекурсивті алгоритм деген сөз. Ондай болатын болса, осы рекурсивті алгоритмнің идеясымен біз мына ақпараттарды қолданып кетейік. Мысалы, бізге 4 беріледі. Мына жерде көріп тұрсыздар, мына result деген айнымалыға Fibonacci функциясы шақырылады да, оның параметр ретінде 4 саны берілді. 4 саны жіберген кезде аны өзін шақыра береді, есептегеннен кейін print арқылы біз нәтижені шығаруымыз керек екен. Ондай болатын болса, бұл не істейін деп тұр? Бізді бірінші 4-те салыстырады мына шартпен. Ол бірден кіші немесе тең емес қой. Сондықтан да мен бірінші f n-1, яғни 3 деген функцияны шақырамын. Оған қосамын нені? f мына жерде қараңыздар. n-2, яғни 2 деген функцияны шақырамын. Қарап тұрсаңыздар, мына екеуінің арасындағы мына функциямыз тағы да 2 функцияны шақырды. Ол алды да шақырды 3-ті, ол алды шақырды 2-ні. Мынау өз кезегінде не істейді? Ол да екеуін шақырады. Бұл шақырады 2-ні,
бұл шақырады 1-ді. Көрдіңіздер ме? Осылай шақырып жатыр. Мынау 2-нің өзі де шақырады негізінен. 2 алады да шақырады. 2 алу 2 0-ді шақырады. 2 алу 1 шақырады 1-ді. Тура солай, екімізде тура солай 2 санды шақырады. Үйдетті бір-біріне қосу керек ол. Мынақта F1-ді шақырады. Үйдетті де F0-ді шақырады. Екем жақшаның ішінден. Енді қараңыздар, түбіне жеттік қой біз. Қақтан білеміз түбіне жеткенін? Түбіне жеткенін біз мынау шарттан білеміз. Қараңыздар, шарт былай дейді. Егер де менің n деген беріп жатқан ортасындағы сан бар емес па? Кіші немесе тең 1-ге болып қалатын болса, мен return деп n-нің өзін қайтарамын. Яғни 1 болатын болса, 1-дің өзін қайтарамын. Оқта -1 болып қалатын болса, мына шартқа сәйкес болып тұр ғой. Бұл -1-дің өзін қайтарамын. 0 болатын болса, 0-дің өзін қайтарамын деген сөз. Енді қараңыздар, бұл функциялар не істейді? Мынау нені қайтарады? Мынау 0-ді қайтарады. Дұрыс қой? Бұл 0-ді қайтарады. Өйткені мынау шарт бойынша. Мынау нені қайтарады? Бұл 1-ді қайтарады. Мына жерде 1 деген сан болатын болса, ол мынау шарт бойынша 1-дің өзін қайтарады. Мынау 0-ді өзі қайтарды, мынау 1-ді өзі қайтарды. Енді мынау оны шақырып жатқан кім? 2 емес па? Аха, ол алады да мына екеуін шақырды, екеуін бір-біріне қосады. Яғни 1-ді 0-ге қосады да өзінің мәні ретінде қолданады. Болды. Тура сол сияқты мынау 1-ді қайтарады, мынау 0-ді қайтарады. Екеуін шақырып жатқан кім? 2, екеуінің мәнін қосады да өзінің мәні ретінде қабылдайды. Келесі, біріміз қалай еді? Бірімізде тура солай. Бірімізге бізде 1-ден шарт бойынша қайтаруымыз керек екен. Бұл да 1 деген мәнді қайтарады екен. Көрдіңіздер ғой? 1 деген мәнді қайтарады. Енді 1 мен аламыз да 1-ді қосамыз. Сөйтеміз де 3-тің мәні ретінде қабылдап алады екенбіз. Бізде қандай мән шықты? 2 деген сан шықты. Енді 4 кімді шақырып жатыр еді? Ол 3-ті шақырды, ол бізге 2 деген мәнді берді. 2-ні шақырды, ол бізге 1 деген мәнді берді. Екеуін бір-біріне қосамыз, бізде 3 деген мән осы жерден шығады екен. Қарап тұрсаңыздар, қарапайым, бірақ та мына күрделенетін жерлері ол именно функцияның ішінде функцияның шақыруы, рекурсия. То есть получается, мына 4 шақырған кезде ол 3-ті шақырып жібереді. 3-ті жіберген кезде ол до конца кіріп шығады. Пока біздің n-іміз оған разрешение беріп тұр, мына жерде мына шарт орындалмайынша. Шарт орындалмайынша орындай береді, шақыра береді, түбіне жетті, түбіне жеткеннен кейін қайтадан үстіге қарай көтеріледі екен. Біздің рекурсиялық функцияларымыздың барлығы тура осы форматта жұмыс істейді. Егер де сіздерге енді қазір мынақа 4 емес, 5 деген санды беретін болса да, 7 деген санды беретін болса да, сіздер оны есептен алуларыңыз керек. Жалпы Фибоначчи сандары, сонда Фибоначчи сандары негізінен 1-1 санымен басталады, а біздің кезекте ол 0, 1 деген сияқты санмен бастап тұр. Мысалы 1, 1. Фибоначчи сандары алдыңғы 2 санның қосындысы келесі санды береді деген принциппен құрылады негізінен. Мысалы, ана екеуін қосатын болсаңыз, 3-ші саныңыз 2 деген сияқты да. Одан кейін 2 санды қосатын болсаңыз, 4-ші саныңыз 3. Көріп тұрсыздар ғой? Міне осы принциппен негізінен біз Фибоначчидің 4-ші санын тауып тұрмыз. Тура сол сияқты 5-ші санды тап дейтін болса, біз мына екеуін қоса салып 5-ші санды да анықтап алсақ болады. 6-ші санды да анықтап алсақ болады. Ал 6-ші санымыз мынау 3 пен 5-тің қосындысы деген сияқты. Фибоначчиді осылай да жаттап алсаңыздар болады. Негізінен осы принциппен сіздерге осындай есептер әртүрлі деңгейде келуі мүмкін. Сондықтан да бұл жақтағы 3-ті қалай шықты, оның барлығын білуіміз керек екен. По-моему, біздің базада осының 6-шы ма, 7-ші ма санын есептеу деген сияқты есеп бар. Жоқ, 6-шы деген, жауабы 6 деген біреу бар ғой. 6, 6 деген ба? 6-шы, 6-шы болатын болса, жаңағы 8 деген сан болып тұр ғой. 8 деген сан болып тұр ғой. Получается, мысалға, жаңа 1 дедік, екеуін қостық, 3-ші санымыз шықты, 4-ші санымыз шықты, 5-ші санымыз шықты, и 6-ші санымыз 8 деген сан шыға кетеді екен. Қарап тұрсаңыздар, біз Фибоначчи дегенді көрген кезде солай да есептей берсек болады. Не үшін негізінен бізге Фибоначчи беріледі? Фибоначчи бізде 10-шы сыныпта жалпы жаңағы рекурсия тақырыбының аясында, болмаса функция құру тақырыбының аясында кездескен нақты кітаптан алынған мысал. Соған назар аударыңыздар. Так, 13-ші тапсырма.
бейнебақылау және де дабыл жүйелері құралдарын қолдану арқылы ақпаратты қорғау шарасы. Бұл да 10-шы сыныпта ақпаратты қорғау тақырыбының аясында кездескен. Бұл бізде техникалық деген вариантымыз дұрыс екені бар, иә. Қалғандары программалық дейді, ұйымдастырушылық дейді, резервтік дейді. Олардың барлығы бізге келмей қалады екен. Техникалық деген қаяқтан біліп отырмыз? Дабыл жүйелері, иә, ұяқта техника қолданатын айдан анық. Бейне бақылауда тек қана аппарат қана қолданбайды, ол жақта жаңағы несіде қолданады, иә. Программалық частьте қолданады, бірақ та основном бізде техникада қолданыста. 14-ші Чарльз Бэббистің машинасы. Осыны қарап отырсаңыздар, Чарльз Бэббистің алғашқы нұсқасы саналатын программалық басқарма машинасы. Бұл бізде уже қаншасыншы рет келіп жатыр. И былай да келді, былай да келді. Аналитикалық машиналыны кім шығарған деп те келетін сұрағы бар. Оған да шатаспауымыз керек. Енді қалған варианттарға назар аударыңыздар, құрметті әріптестер. Осының арқасында да сіздер бір балдарыңызды алып кетсеңіздер болады. Мысалы, Паскаль дөңгелегін Паскальдың өзі жасап шыққан айдан анық. Түзе машинасы тура солай, Тюринг машинасы тура солай. Сондағы біздегі қалып тұрған варианттың өзі аналитикалық машина екен. 15-ші сұрақ, CSS тілінде байланысқан стиль дейді. Байланысқан стиль дегеніміз Құжат пен линк элементтері. Құжат пен линк элементі, иә. То есть, получается, бізде CSS файлы бар, бізде HTML файлы бар. CSS файлында бүкіл стильдердің барлығы жазылады, HTML файлында бүкіл деректеріміз жазылады. Енді осы жақтағы, мысалы, параграфтардың барлығын сәндегіміз келетін болса, барлығын жасылғымыз келетін болса, біз мына документтің ішіндегі сәндерлердің барлығын линк арқылы байлап тастасақ болады екен. Бұл бізде құжат пен линк элементі арқылы құрылатын байланысқан стиліміз. Так, оның ішіндегі енді құжат ішіндегі орналасқан дейді, стайл атрибутын қолдану арқылы дейді. Осы ақпаратқа да тоқтап өте салайын, бұл варианттарға да байланысты бізге сұрақтар әбден кездесіп жатады. Мысалға, стайл атрибуты дегеніміз әрбір атрибуты ғой. Құжаттың ішінде болатын болса, мысалға менде HTML парақшасы болатын болса, HTML парақшасының head тегтерінің арасында мен не істей аламын? Стайл деген тегті қолданамын. Стайл деген тегті арқылы мен осының ортасына әбден сәндеулердің барлығын жаза аламын. И получается, мысалы, параграф туралы жазатын болсам, сол параграфтардың барлығын жасылға, қызылға өзгертуге мүмкіндігім бар екен. Тура сол сияқты бұл құжаттың ішінде орналасқан стиль деп қабылдаған екен бұл жақта. Сонымен қатар бізде келесі тәсілі бар. Когда біз стайл атрибутын қолданамыз. Атрибуты деген қалай? Тек қана бір параграф, сіздерде мысалы бірнеше параграф болуы мүмкін. Сол мына параграфтың жасыл, мына параграфтың қызыл, мына параграфтың басқа түсті болғысы келетін болса, ондай болатын болса, біз стайл атрибутын қолдану арқылы оның стильдерін өзгерте аламыз екен. Тура сол параграфке ғана қатысы болатын болады. Міне осылай біз үш түрлі ақпарат арқылы CSS-ті HTML-ге байлау мүмкіндігіміз бар екен. Ары қарай кетейік. Ары қарай бізде 8K дейді. 8K Ultra HD Definition бұның тұнықтылығы. Бұл 10-шы сынып. Видео монтаждау, видео түсіру тақырыбының аясында. Бізде қай вариантта дұрыс? Д варианты көріңізші. Д варианты 7680, уже 7680 деген кезде сіздер соны байқай беруіңіз керек. Мынау 8К деген подсказкаларыңыз, мынау 2К деп те аталып жатады. Мына жақта уже HD, Full HD, мынауыңыз HD, мынауыңыз Full HD, 1280, 720-ңыз. Одан кейін барып 8К-ңыз бар, 4К-ңыз бар. Егерде сіздерде жаңағы 3800 жоқ 3680 деген сияқты ақпарат сақталынатын болса, осы форматтарды білуіміз керек екен. Так, белгілеген жоқпын. 7680, 4320, бұл бізде Ultra HD. Келесі ақпарат HTML құжаттағы мәтіннің түсі. Қазір бір минут. Көк. дұрыс көк. Бұл жақта біз неге назар аударуымыз керек?
мәтіннің түсіне, параграфтан Суретке. құжаттың мәтіннің түсіне қарауымыз керек та. Бұл жақта енді екі стиль берген. Жаңағы айттық қой, CSS-те негізінен екі түрлі, үш түрлі әдіспен қолдануға болады дедік. Біз айттық, ішкі стильдер арқылы қолдануға болады дедік. Style тегтерінің арасына біз не істей аламыз? Әбден сәндеулерді жаза аламыз. Мына жақта мысалға жасыл деген сияқты сәндеуді беріп қойған мәтіндерге. Бірақ та біз келесі жолдарға қарайтын болсақ, body'дің ішінде бізде бір-ақ параграф бар, бір-ақ мәтін бар, бір сөзбен айтқан кезде. Екіншісінде ол бізде уже спан, яғни спан дегеніміз ол жақтағы ақпарат мынандай блок ретінде қабылданған, оны біз мәтін ретінде қолданып тұрған жоқ ретінде айтқан сияқты. И бидеді. Мынау жерде де стайл арқылы, жаңағы стайл тегі арқылы именно параграфтың түсін көкке бояп жіберем деп отыр. Яғни мына жақта blue дейді. Мына жақта жасылға бояйым дейді, green дейді. Сонда қараңыздар, құрметті әріптестер, бұл жерде бізге сұрақ былай ғой. Қайсысы орындалады деген сұрақ қой. Қайсысы орындалады? Екі сәндеу беріп тұр. Негізінен параграфқа мына жақта жасыл беріп тұр, мына жақта беріп тұр көк. Қайсысы орындалады? Қайсысы арқылы біз экранға шығарамыз? Көк шығарады. Неліктен дейтін болсақ, көк бізде соңғы орындалады ғой, бір сөзбен айтқан кезде. HTML парақшасы жүктелген кезде, мысалы жүктеледі ғой, ол төбеден төмен қарай жүктеледі. Яғни үстінен басталады да, бүйтіп жүктеледі. Мысалға төбесінен бастап келе жатады, мысалға мына жақтан бастап жүктеліп келе жатты да, мына жаққа келген кезде ол түсінді, что параграфтың түсін жасыл қылу керек деді. Жасыл қылу керек, хорошо, жасыл қылайын деп келе жатқан кезде, мына параграфтың өзі не істеді? Оның стилін өзгертіп жіберді көкке. Сондықтан да біздің жауабымыз көк болады екен. Бұл жерде енді сразу осы нелердің, CSS-тердің нелерін айтуға болады. Приоритеттерін айтуға болады. Ең приоритеті жоғары, получается, бізде осы параграфтың өзіне жазылатын тег. Style атрибуты арқылы жазылатын сәндеуіміз екен. Міне осындай ақпарат, ондай болады. Мысалы 18-ге өте берейік. 18-де row-span атрибутының қызметі. Row-span бар бізде, call-span бар. Бірнеше бағанға біріктірілген. Бірнеше? Бір бағанға біріктірілген, D бар енді. Бір бағанға дейсіз ба? Бізде бар row, бізде бар column. Call-span, row-span. Бірнеше жолды біріктіріп, арналған жолдар саны. Дұрыс айтасың. Мына жерде жол, мына жерде баған, Call-span баған. Осылар шатастырмаңыздар. Олар шатастырып келетінде сұрақтары бар. Роуымыз бізде бірнеше жолды біріктіріп жазуға арналған жолдар саны. Роу-спанға аламыз да, мына жаққа беріп қойсақ болады, екеу деген сияқты. Мына жақта мысал келтіре салайық. Бізде бар 3 жолдық осындай кестеді. 3 жолымыз бар. Мысалы, бірінші жол, екінші жол, үшінші жол. Мынау бағандарымыз бірінші баған, екінші баған, үшінші баған. Енді біз егер де мынау жолға келген кезде row-span 2 деп жазатын болсақ, row-span 2 деп жазатын болсақ, мынау екі жолымыз көріңіздер, бірігіп кетеді. Мына жол мен мына жол бірігіп кетті. Сөйтеміз де қалған ақпараттарымыз сол күйінде қалып кетеді екен. Міне осылай біз row-spanды қолданамыз, тура солай біз call-spanды да қолдану мүмкіндігіміз бар екен. Так, бұл бізде бірнеше жолды біріктіру деп атадық. Хорошо. Келесі 19. Так, біреуден менде эхо болып жатыр, құрметті әріптестер. Сәл микрофонды өшіре тұрсаңыздар. Бізде программа нәтижесінде экранда пайда болады дейді. Бұл жақта енді ескере кететін жағдай. Бұл жерде екі цикліңіз бар. Айнымалысы бар бірінші циклда, айнымалысы сіздерге береді 0, 1 деген сандарды ғана. 3 цикліңіз бар екен. Екінші цикліңіз тура солай сіздерге 0 және 1 деген сандарды J деген айнымалыға береді екен. Үшінші цикліңіз оның ішінде тура солай 0, 1 деген ақпаратты беріп отырады екен. Сөйтеді циклдің ішінде бізде ақпараттарымыз басылып шықсын деген, олардың барлығы жеке-жеке кезек-кезек басылатын болады. Бірақ та біз ескерту кететін жағдай біреу ақ. Егер де біз сыртқы циклға бір мән беретін болсақ, мысалға мына жаққа 0 деген мән беретін болсақ, ол 0, 1-ге ауысады ғой. Ішкі циклға кіреміз де, ол сыртқы циклдың 0-і сақталып тұра береді. Сөйтемізде ішкі циклдар өз жұмысын аяқтамайынша соңына шейін біз сол ақпараттармен тұра береміз. Мысалға мынау сыртқы циклда I айнымалысы 0-ге тең болды. Сөйтемізде J айнымалысы алады да, ол да 0-ге тең болады. Сөйтеді
k айнымалысы алады да тең болады 0-ге, тең болады 1-ге. Яғни k айнымалысы өз жұмысын соңына шейін шығарып шығу керек. Ондай болатын болса, біз бірінші цикл орындалған кезде, мысалы айдың мәнін береміз, оқтан 0 болып тұрады. Одан кейін барып j-дің мәні болады 0. Сөйтеміз де біз k-ның орнына не істейміз? Екеуін де қойып шығамыз. 0, 0, 0 болады. Содан кейін 0, 0, 1 болады. Бұл бізде айдың 0 деген мәнде. Ондай сандар бар ма бізде? Біріншісінен уже сразу дұрыс жауапты тауып алсақ болады екен. Бірақ та бұл жақта енді қараңыздар. 2 саннан ғой. 0, 1, е? 0, 0, 1 болды қазір. Бізде бұлай жалғасу керек қой, короче. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Одан кейін барып 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1, е? 1, Жоқ, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Сонымен бітеді ма? 0, 0, 0 болды. И получается 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Осылай бізде қанша вариант шықты? 8 вариант шығу керек қой. 8 вариант шығу керек. 2-ның 3 дәрежесі болады, потому что 3 циклымыз бар, бізде 8 вариация шығу керек. Бірінші вариант, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші. Мынау D варианты негізінен дұрыс. Егер де сандарға қарайтын болсаңыздар, бірақ та количествосына қарайтын болсаңыздар, бір сандарды ұмытып кеткен бұл жақтан. Мыняқта орындарын ауыстырып жазған, мыняқта да орындарын ауыстырып жатқан. 0-0-0-ден басталу керек негізінен, бірақ та бірден аяқталатын айдан анық, бірақ та бір жерде сандарды ұмытып кеткен. 0-0-0 бар, 0-0-1 бар, 0-1-0 бар, осы жерде 0-1-1-ді ұмытып кеткен. 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0, 1-1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аға, осы 0-1-1-ді ғана ұмытып кеткен екен. Бұнда бізде бір вариантымыз қалып кеткен болып тұр. Енді бұны негізінен жүйе қабылдау керек. Қабылдамаса біз оны дәлелдеп шыға аламыз. Қалған варианттардың барлығында шатасып жазған. Бұл жақта ескерте кететін жағдай біреу ақ. Жалпы қараңыздар, сыртқы цикл айттық 0-ден басталады, 2-ге дейін жүреді. 2-ның өзі бұл рейнжге кірмейді. Яғни біздің I мәніміз 0 және 1 болады. J мәніміз тура солай 0 және 1 болады. Бірақ та ескерте кететін жағдай былай, I мәні өзінің бір мәнін алып ішкі циклдарға кірген кезде, ішкі циклдар өз жұмысын аяқтамайынша біз I-дың мәнін өзгерте алмаймыз. Тура солай, егерде K-ның ішіне кіріп кеткен болсақ, K өзінің мәнін соңына ішін аяқтамайынша, J-дің мәнін біз өзгертпейміз деген сөз. Болды, басқа ештеңеге назар аудармайсыздар. Так, 19-ға келдік, 20. 1 килобит секундына дегеніміз қандай ақпаратқа саймасай келеді дейді. Бит секундына, байт секундына, мегабайт секундына дейді, килобайт секундына дейді, килобит секундына дейді. Қайсыған келуі мүмкін? Енді мына жерде сразу бірден алып тастасақ болады. 1 килобит секундына дегеніміз 2010 дәрежесі килобит секундына емесі айдан анық, ол өзінен өзі килобитті килобитке теңестіре алмаймыз. Айдан анық алып тастай саламыз. Килобайт, килобит. Жалпы кило дегенімізді жалпы 2010 дәрежесімен 1024-пен сай келтірсек болады компьютер тілінде, потому что 2010 дәрежесі 1024-ті береді. 1024 килобайт, болмаса килобит бізге нені береді? 2010 дәрежесі бит секундына ақпаратына саймасай келеді екен. Осы түсінікті болды ма? Получается, 1 килобит секундына, біз кило дегеніне ғана қарадық, битті өздері тұра береді, бит секундына, килобит секундына, килобит, кило дегеннің өзі 2010 дәрежесі деп қарастыра берсеңіздер болады. Ал мегабайтқа келмейді ол, байтқа да келіп тұрған жоқ. Байт дегеніміз уже килобайт болатын еді, мегабайтымызда тура соған саймасай, бірақ та ол жақта уже 2010 дәрежесі мегабайт болатын болса, 1024 килобайт болып кететін еді. Бұл жақта килобит берілген.
Сондықтан да біз бұл жерде мынау кило деген сөзге назар аударамыз. Кило деген сөзіңіз 2-ның 10 дәрежесі деп қабылдайсыздар. Компьютердің тілінде 0 және 1 түбінде сіздерге 2-ның дәрежесі арқылы жасалған сандармен есептеулер жүретінін ескеріңіздер. Так, бұл түсінікті болды ғой, ары қарай жылжи береміз. Бір кері байланыс беріп жіберсеңіздер, барлығы дұрыс па? Естілмей қалды, дауыстарыңыз. Иә, ағай, түсінікті. Ағай, мына тәсістер сосын саласыз ба? Неге біз өзіміз бір өтіп көрсек, кейбір сұрақтар көрінбей қалып, жазып алып та үлгермедік. Хорошо, артынша салатын боламын. Так, Объективті бір көрейік. Хорошо. 21. Әртүрлі ақпарат бөліктері, түрлі компьютерде сақталған мәліметтер қоры дейді. Бұл жақта енді компьютерлер ақпаратты қалай сақтайды деген сұраққа жауап беру керекпіз. Жалпы сет қой, компьютерлік сет болғандықтан, ол жақта сервер деген ақпарат болады. Сервер деген компьютер болады, сол ақпараттардың барлығын өзіне сақтайтын болады. Енді оның барлығын негізінде орталықтандырылған компьютерлік желілер деп қарастырсақ болады. Мәліметтер қоры болсын, ақпараттар болсын, барлығы бізде мынау серверде сақталып тұрады. Егерде басқа компьютерлер сояқтан ақпарат алғысы келетін болса, болмаса сол ақпарат арқылы жүйеге кіргісі келетін болса, логин пароль арқылы, солардың барлығын осы сервер арқылы алып орналастырып отырады. Бұл бізде орталықтандырылған деген сөз. Енді келесі сет, яғни желінің түрі бар. Ол желінің түрінде біз компьютерлерді не істейміз? Әрбір компьютерге, яғни бұл жақта сервер болмайды. Әрбір компьютерде мәліметтер қорын бірдей сақта болады деген сөз. Яғни мына компьютерде, мына компьютерге, болмаса бүкіл ақпаратымыз бірдей әртүрлі компьютерде сақталатын желі болып саналады. Бұлардың барлығында бір общий компьютер болмайды, то есть сервер болмайды. Сөйтеді ол әрбір мәліметтер қоры, данныйларымыз бүкіл нелерде, компьютерлерде сақталады екен. Үлестірілген. Бұл бізде үлестірілген деген вариантымыз дұрыс келеді. Үлестірілген. Бізде бар орталықтандырылған жаңа серверіміз бар. Үлестірілген дегеніміз жаңағы әр компьютерде біздің мәліметтер қорымыз сақталуы. Бірегей дегеніміз жоқ, жекешеленген деген ондай варианттарымыз жоқ. Так, келесі A25, B50 болғандағы программаның нәтижесі дейді. Бұл жақта екі санды қабылдап алады екен, одан кейін барып бізде келесі ақпаратты есептеу жатып тұр. А мен B-ны, яғни екеуін бір-біріне қосамыз, 50 мен 25-ті бір-біріне қосамыз, сөйтеміз да 10-ға бөлеміз. 10-ға бөлу деген сөз қалдығы, яғни бүтін қалдығы. Бұл бізде 5 деген санды береді екен. Міне осылай біз бұл ақпаратты да оңай шығара аламыз. 5. И мына жақтағы назар аударатын зат, Python бағдарламалық тілінде егерде процент келетін болса, сіздер бүтін қалдықты анықтайсыздар. Қалдық. Яғни 5-ті бөлетін болсаңыз 2-ге, бұның бүтін қалдығы 1 екенін ұмытпаңыз. Сонымен қатар екінші бөлу әдісі бар, ол 2 сызықша арқылы бөлу. Яғни бұл бөлу арқылы сіздер мына сұраққа жауап бересіз. 2 5-тің ішінде қанша рет кездеседі? 2 рет кездеседі. Келесі бөлу әдісі ол бөлшектік бөлу, бірақ сызықша болатын болса, сіздер мысалға 5-ті 2-ге бөлген кезде 2,10-нан 5 деген сан шығатынын таба аласыздар. Міне Python бағдарламалық тілінде сіздерде осы 3 вариантыңыз бар екенін ұмытпаңыз. Так, бұл түсінікті болды. 5 шықты, ау. Ja. Так, 23-ші сұрақ. 23-ші сұрақ қайтадан программалау. Көріп тұрсыздар, Python бағдарламалық тілінде өте көп сұрақтар бізде кездесіп жатады. -9, -4 және де -1 деген сандар берілген екен. Сөйтеді функция басталды. Функция басталғаннан кейін мына 3 салыстырмалар жүрді. Салыстырмалардың арқасында біз не істейміз? Жалпы білеміз, қай санымыз кішкентай деген сияқты ғой, ең минималды санды. Өйткені бізде бірінші шарт бедеді. Егер А үлкен болатын болса Б-дан, ең үлкен санын анықтайын деп жатырмыз. А үлкен болатын болса С-дан, мен ондай болатын болса А-ның мәнін қайтарамын. Әйтпесе, мен шарт тексеремін. Б үлкен болатын болса А-дан, Б үлкен болатын болса С-дан, end арқылы мен екеуінде орындалып жатқанын тексеріп жатырмын. Б-ны мен қайтарамын. Әйтпесе, мен С-ның ең үлкен сан екенін білемін. Міне осы арқылы біз
минус дұрыс жауап -1 деген. минус 4, иә, минус 1 деген сандардың арасынан ең үлкенін анықтаймыз. Ең үлкені бізде минус 1, иә? -1. 24. 24-ші балдан кейін уже біз педагог статусына келдік деп те атасақ болады. F2 ұяшығына жазылуға тиіс формула дейді. Мына жерде енді көріп тұрсыздар 116 деген санды шығарып алуымыз керек екен. Енді бұл жақта, мына жақта дәрежеге шығарғанбыз. 10-ның квадраты. Қалай 4-тің квадраты және де 10-ның 4-тің квадраты. квадраты қосылған 10-ның квадраты. Ондай болатын болса, 100 қосылған 16 болып тұр ғой, дұрыс. Мынау уже көбі шығып кеткен екен. Мына жақта уже біреуінде квадрат, біреуінде не? А мен Д-ның несі айырмашылығы қандай? А варианты. Ада С1 дейді, С емес бізде С2 ғой. Дұрыс айтасыз. Сонда бізде С2-де тұрған ақпарат екенін білу үшін, мысалы, мынау С1-ші жол болатын болса, мынау екінші жол, С2-нің квадраты, сосын Д2-нің квадраты екенін аңғаруымыз керек екен. Д варианты да сол үшін дұрыс емес. Яғни Д1 мен Д2-де ақпараттарымыз тұр. X, Y деген сияқты. Сондықтан да бұл формула бізге ешқандай результат бермейді. Хорошо, 24 балды алдық. 25 балымыз, құрметті педагог статусына иегерлеріміз, ертең бұйыртса осындай 25 балға жауап бере алсақ, біз уже педагог статусын оп-оңай ала алады екенбіз. Бізде логикаға келді. Логикада білесіздер, 3 ақпаратпен жұмыс жасай алуымыз керек. Бірінші ақпаратымыз осындай өрнек беріледі, оған схемасын құралымыз керек. Екіншісі өрнектен біз ақиқат кестесін құралымыз керек деген сияқты. А варианты қалай болды? А варианты дұрыс дейді. Өйткені А терістеу, А Б терістеу терістеу қосылған. Б терістеу екеуінің қосылғанын біз мынау 1 деген саннан біліп отырмыз, иә. Мынау мына жерде 1 деген сан жазылған екен. Ал егер де ол жақта мынандай амперсант жазылатын болса, ол көбейту екенін ұмытпаймыз. Көбейту бұлардың барлығының символдарының айырмашылықтарын білуіміз керек. Мына жерде мынау крыша, яғни бұрыш үстіге қарай қалап тұратын болса, бұл бізге қосу. Кейбір кезде қосу деп те беріп жатады. Көбейтуде бізде мынау көбейту, конъюнкция, крыша, амперсант барлығы бізде көбейту операциясын орындайды екен. Сонымен қатар бұл жақта ескере кететін жағдай, мынау біздің А болатын болса, Б болатын болса, оларды терістеу үшін үстіне жазылатын сызықшамыз, болмаса алдына жазылатын сызықшаларымыз бізге терістеу символын береді екен. Мына кезекте, схема кезегінде бізде терістеулер анси форматында былай жазылады, болмаса мына кезектегі терістеуіміз былай беріле береді екен. Так, А варианты шықты. Так, 25-26 сұрақ. ASCII коды кестесінде көрініп тұрғандай әрбір символға немесе әріпке 8 биттен. 8 биттен беріледі. Негізінен бастапқы идея бойынша ояқта 7 биттен берілген, 127 ақпарат берілетін болған, содан кейін оның екінші бөлігі орналастырған. Сол кезде уже 1 битқа асырып сақтайтын болған. Ол бізде 256 ақпарат. ASCII кодтау кестесінің бөліктері. Негізгі сол қосалқы. Негізгі қосалқы. Сол биттарға байланысты негізгісінде жетеу берілгенді 0-дан 127-ге шейін 128 символын, содан кейін барып 128-ден 255-ке дейін, получается, бізде қосалқы болмаса кеңейтілген бөлігі болып саналады екен. Осылай бізде мынақта 8 биттен беріп бастағандықтан осындай тағы да орын пайда болған, осыншама символ қоса алғанбыз. Көріп тұрсаңыздар, 1 битті қосқанның өзінде біз 2 есе ақпаратты сақтай алады екен біз кодтау кестесіне. Жалпы ASCII кодында қанша символ болады сонда? 256 символ болады екен. Осылар барын жатқа білгеніміз абзал, потому что бұлған байланысты әбден сұрақтарымыз кездесіп жатады. Авторлық құқық және сыбайлас құқықтар институтының субъектісі. Автор. Ол әрине автор болады. Бұл жақта ғылым, әдебиет, өнер туындылар барлығы объект болып тұр ғой, субъект емес. Субъект көбінесе жасайтын адам, исполнитель деген сияқты сұраққа да жауап бере берсе де болады. Исполнитель кім деген сұраққа жауап бере берсе де болады. Так, келесі ақпаратты екілік кодпен көрсету үшін құрылғыда тоқ барын көрсететін күй. Бізде білеміз... С варианты 1. Иә, дұрыс айтасыз, бар болса 1, жоқ болса 0. Бізде екі ақ вариант қой. 0 болатын болса сигнал жоқ деген сөз, бар болатын болса сигнал 1-мен таралады. Біз уже педагог статусы емес, уже модератор статусына келіп қалдық. Қарап тұрсаңыздар, арасы 5-ақ сұрақ педагог пен модератор арасында. Бұл жақта енді күрделі сұрақтар кездесу мүмкін, бірақ та әр вариантта әр түрлі. Енді қараңыздар, бұл жақта бізде мынандай тізім берілген.
көпіршікті сұрыптауды қолдануға бірінші әрекеттен кейінгі нәтиже дейді. Бұл жақта бізде бірінші әрекет, бірінші әрекет дегеніміз жалпы көпіршікті сұрыптау дегеніміз не, соған да тоқтала салайын. Көпіршікті сұрыптау дегеніміз мысалға бізде сандарымыз болатын болса 5, 13, 3, 2 көрші элементтерді ауыстырып отыратын боламыз. Яғни қараңыздар, бізде былай болады. Бірінші екі элементті салыстырамыз, сөйтемізді олар өз орындарында тұрмайтын болса, олардың орнын ауыстыру керек болады. Сөйтемді келесі көрші екі элементті салыстырамыз, сөйтемді олардың орындарында тұрмайтын болса, олардың орындарын өз орындарына орналастырам. Яғни орындарын ауыстырам деген сөз. Көрші элементтерді салыстыру және орын ауыстыру арқылы іске асыратын сұрыптау алгоритмі ол көпіршікті сұрыптау деп аталады екен. Енді бірінші іс-әрекет дегеніміз не ол? Бірінші әрекет дегеніміз жалпы бүкіл ақпараттардың барлығын, мысалы тізімнің барлығын, көрші элементтердің барлығын өтіп шыққаннан кейін ол қандай күйде болады деген сұраққа жауап беру. Қараңыздар, біз 5 пен 13-ті салыстырамыз. Әдепкі жағдайда біз сұрыптауды өсу ретімен ұйымдастыруымыз керек. 5 пен 13 өз орындарында тұр, келесі екі элементті салыстырам. 13 пен 3-ті салыстырам, екеуінің орны ауысады, иә? Келесі екі элементті салыстырамын. 13 пен 2, ол элементтерді өз орында тұрған жоқ. Яғни мен 2-ні алдыға қоям, 13-ті артқа қоям. Сөйтемді келесі екі элементті салыстырам, 13 пен 7-ні. 7 алдыға қарай түседі, ол кішкентай 13-тен 13 соңына қарай түседі. Осының барлығы бізде бірінші іс-әрекет болып саналады екен. Бірінші іс-әрекеттің соңында көпіршікті алгоритмде ең үлкен элемент осы тізімнің соңғы элементі ретінде орналасып шыға келеді екен. Сондағы біздің тізім қандай күйге өзгерді? Біздің тізім мынандай күйге өзгерді. Қараңыздар, 5, 3, 2, 7 және де 13. 5, 3, 2, 7 және де 13. В вариант ма? В вариант. Мына жақта даже 13 жоғалып кеткен екен, 13 жоғалып кеткен екен. Мына жақта 2, 5, 13, 3, 7 дегенде, бірақ та қараңыздар, мына жерде мысалы сіздерге подсказка беріп қойған екен, 13,3 болып кеткен екен де даже. Сондықтан да мына варианттардың барлығын сызып тастауға да болады екен, негізінен егерде мына варианттардың барлығын асықпай қарап отыратын болсақ. Сондықтан да бізде подсказкамыз да бар, плюс біз өзімізді есептеп шығардық. Сөйтемізді біз уже бірінші осы көпіршікті сұрыптаудың ақпаратын таба алады екенбіз. Көрдіңіздер ғой, көбінесе осындай не точностьтерге қарап отырасыздар, қалай ол ұйымдастырылды деген ақпаратқа қарайсыздар, и біздің дұрыс вариантымыз шыға келді. Міне осылай біз уже модератор статусына келдік, модератор статусынан ары қарай жылжимыз. Ондай болатын болса тездетейік. 31-ші сұрағымыз: ұяшықтар деректерді оңға, солға, ортаға, еніне жоғары және төмен қарай туралайды дейді. Ол бізде уравнение. Бұл жақта уже айдан анық сұрақ сияқты, барлығы түсінікті деп ойлаймын. 31. Келісесіздер ғой, Мен сетті ұстамай қалған жоқ қой қайтадан. Әріптестер? дұрыс. Хорошо. 32-ші сұрақта қайтадан Excel-ге байланысты абсолютті сілтеме және де салыстырмалы сілтемелердің қалай мәні өзгереді деген сияқты ақпаратқа тоқталуымыз керек екен. Бізде былай, мынау S1-де формуламыз бар, оны S2-ге ауыстырған кезде ақпаратымыз қалай өзгереді деп тұр. Егер де біздің қатардың алдында, жолдың алдында осы доллар знагы тұратын болса, ол бізде абсолютті сілтеме деген сөз. Оны оңға, солға, үстіге, астыға жылжытқанмен оның формуладағы мәні өзгермейді. Ал егер де ол доллар знагы болмайтын болса, қайсының алдында болмай тұр, сол ақпаратымыз өзгеріп кетуі мүмкін екен. Егер де біз мынаны астыға қарай бір рет түсіретін болсақ, бізде мынау A1 болып тұрған еді, A2-ге ауысып кетеді. Сөйтеді мынауымыз барлығы тура сол күйінде түседі. Келесіні қосамыз, B1 ол астыға түскен кезде жол бойынша B2-ге ауысады екен. Енді қараңыздар, мына ақпараттардың барлығын енді өз орындарына қойып шығайық. A2 менде 7, көбейтемін оны B1-ге, B1-іміздің бізде -1, олар бірінші орындалады, өйткені ол көбейту операциясы. Одан кейін қосамын B2-ге, ол менде 3. Енді қараңыздар, 7-ні
минус 7-ні қосамыз Минус 3-ке деп тұр. Бізде минус 4 деген ақпарат осылай шығады екен. Бұл жақта енді ескере кететін жағдай, мынау абсолютті сілтемелер, салыстырмалы сілтемелер қалай жұмыс жасап жатыр, қалай өзгеріп жатыр деген сияқты сұраққа біз жауап бере алуымыз керек екен. Так, 33 процессордың командалардың тізбекпен орындалуын қамтамасыз етеді дейді. Регистрлар. Регистрларымыз ол жады типі, өйткені бұл мынандай ғой, CPU бар. Басқару құрылғылары. Дұрыс айтасыз. CPU бар. CPU-дан біз RAM, яғни жедел жады құрылғысынан ақпараттарды алып отырамыз. То есть ол кезегінде, өз кезегінде HDD-дан ақпаратты сұрап отырады. HDD дегеніміз жесткий диск. Жесткий дисктен сұрап отырады. Сөйтемізді мысалға CPU бір ақпаратты алып келу керек, орындау керек деген сияқты заттардың барлығын орындап жатқан кезде, оның ішінде кішігірім память, яғни жады орындары болады. Ол ақпараттарды сақтап отыру керек, өңдеп отыру керек. Солардың барлығы регистрлар деп аталады. Оның ішіндегі есептеулер болатын болса, жаңағындай логический есептеулер болатын болса, ол бізде арифметикалық логикалық құрылғылар арқылы жұмыс жасайды. Мынау көмекші құрылғысы деп те атасаңыз болады, ал басқару құрылғысы осы CPU-дің сигналдары кім қай жаққа барады, қандай ақпаратты сақтайды деген сияқты сұрақтардың барлығына жауап береді екен. Сондықтан да басқару құрылғысы бұл жақтағы дұрыс жауабымыз. 34-ші балл. Аты В әрпінен басталатын оқушыларды шығару үшін жазылған дұрыс SQL сұранысы. Бұл жақта енді SQL тақырыбын сіздер қарастырып шықтыңыздар деп ойлаймын. SQL практикалық тапсырмасына кіріп өтсеңіздер, бұндай сұрақтар сіздерге қиын болмайды. Бұл жақта енді мынау символдың қолданғаны, яғни қараңыздар, мынау процент символының қолданғанына назар аударасыздар. Like деген сөз арқылы сіздер уже осыған ұқсас деген сияқты ақпаратты айтасыздар. Мынау В әріпі және де процент болатын болса, сіздер айтасыздар. Мына жерде 0 символ болуы мүмкін, болмаса бірнеше символ орналастыруымыз мүмкін екен. Так, бұл жақта енді қараңыздар, осыны іздейміз енді. Так, Б-дан басталады. Б-дан басталады. Д жауабы бола ма? Так, мына жақта да жоқ, мына жақта бар. Енді қараңыздар, қалған варианттар не үшін болмайды? Қараңыздар, барлығында select name from student деген ақпараттардың барлығы бірдей. Бірақ та мынау нижний пробел бар ғой? Нижний пробел бізге мына жерде бір символ болады деген сөз. Мысалға мына жақта В деп тұр, мына жақта процент деп тұр, мына жақта бірнеше символ орналасады, мына жақта бір символ орналасады. Сөйтеді де осыған ұқсас сөзді тап деп тұр. Сондықтан да мына вариантымыз бізге келмей қалады. Сіздерге айтуы мүмкін В2 деген сияқты сұрағымыз бар біздің базада. Сол сұраққа да назар аударыңыз. Ол жақта уже сіздер мынау пробелге, яғни нижний пробелге назар аударасыз. 34 сұрақ дайын. 35-ші сұрақ бізде уже сарапшы, сарапшы деңгейіне келдік. Белгіледім. Сарапшы деңгейіне келдік. Сарапшы деңгейінде бізде қайтадан Python бағдарламалық тілі. Python бағдарламалық тіліне байланысты өте көп сұрақтар кездеседі екен, көріп жатсыздар, Получается бізде N, қайтадан цикл бар, ішкі цикл бар. Так, микрофонды өшіре тұрайық. Құрметті әріптестер, тек қана сөйлейтін кезде қоссақ дұрыс болатын еді, потому что маған өзімнің дауысым өзіме эхо болып естіліп жатыр. Так, N, получается бедет I айнымалысы 0-ден бастада 5-ке дейін жүгір дейді. Яғни I айнымалысы 0 сан қабылдайды, 1 сан қабылдайды, 2 сан қабылдайды, 3 сан қабылдайды, 4 сан қабылдайды, 5 санына шейін жүгіреді. Яғни 5 рейнжде 5 санға жүгір, бірақ та 5-тің өзін қабылдама деп тұр. Одан кейін барып ішкі цикл жүгіреді. G in range дейді. G in range. Яғни 0 болған кезде 0-ге дейін жүгір дейді. 1 болған кезде 1-ге дейін жүгір дейді. Сөйтеді де экран бетіне айдың мәнін сонша рет шығар деп тұр ғой, бір сөзбен айтқан кезде. 0 болатын болса, 0-ді 0-ге дейін жүгіртпейді. Яғни 0 экран бетіне шығармайды деген сөз. 1-ді 1 рет не істейді? Орындайды. Сөйтеді де n-ге дейін дейді. Қараңыздар, n-ге дейін дейді. Бұл жақта қызығы n-ге дейін дейді. N-іміз бізде 5 қой. N-іміз бізде 5. N-ді мыняқа дейін қойып қояды. Енді түсінікті. Енді түсінікті болатын болса, онда былай дейді. Мынауда 0-ден, J-имізден 0-ден 5-ке дейін болады. 0, 1, 2, 3, 4-ге дейін болады. И бедет, айдың мәнін 5 рет шығар. Одан кейін барып, n-нің мәнін қысқартып қой. Келесі жолда 4 рет шығар, 1-ді. Одан кейін 2-ні 3 рет шығар. 3-ті 2 рет шығар, 4-ті 1 рет шығар деп бізге осы командаларды беріп шығады екен. Ондай болатын болса, бізде пирамида құрылу керек. И біздің дұрыс жауабымыз мынау.
Бұл жақта енді неге назар аударасыздар? сұрақ қойсам болады ма? Иә. Неге назар аударамыз? Қазір мынаны айта салайын. Неге назар аударамыз? Мынау рейндж бар ғой, рейндж. Сіздерге уже подсказка беріп тұр негізінен. Рейндж 5-ке дейін деп тұр да. То есть получается сіздер 5-тің өзін қосып алмайсыздар никак. Рейндж 5 дегеніңіз уже 5-ке дейін да. Значит 5-ке дейін болатын болса, мына жақта 5-ті көрдіңіздер ме? 5-тердің барлығын алып тастай берсеңіздер болады. Сонда уже бірақ вариантта 5-тің өзі жоқ. Сонда біз С варианты дұрыс екенін тауып алдық. Иә. Иә, сұрағыңыз қоя беріңіз. Жаңа бар ғой, осылай сұрақ келеді, потом n-нің алдына минусы тұр ғой, кейбір көбісі нелерде n-нің алдына плюс тең деп тұрады ғой. Сол кезде получается ол бір мәнге қос, бір мән азайт дегенде. Аха. n минус 1 дегеніңіз то же самое, что мысалға n тең n-нің бұрынғы мәні одан аламыз 1 деген сияқты да. Сөйтеміз да оның жаңа мәні ретінде сақтап отырамыз, сақтап қоямыз. То же самое, если плюс жазылатын болса, оған сіз қосып жатсыз деген сөз. Бұрынғы n-нің мәніне 1-ді қосасыз, сөйтесіз да оны n-нің жаңа мәні ретінде сақтап қоясыз. Бұл мынау инкремент деген операция. Ондай сұрақтарыңыз да бар сіздерде. Инкремент деген операция, яғни қосу. Сосын барып декремент деген операция бар. Декремент дегеніміз жаңағы минус арқылы жазылған операцияңыз. 35 сарапшы балын алдық. 36-шы сұрақ. Сервер ұғымының анықтамасы. Енді бұл жақта енді осы анықтамаға байланысты көп деген шатасулар бар, потому что бұл жақта ұйымдастыратын компьютер деп жаттап ұйымдастырған компьютер деп жаттап алдыңыз ба? Бұл жақта енді екі вариант қана келеді негізінен, бірақ та бір вариантты кеңінен қолданыста. Компьютерлерді байланыс арналарына жалғау үшін қолданылатын жабдық емес екенін білеміз. Біз бұл жерде жабдық туралы айтып жатқан жоқпыз, бұл жерде компьютер туралы айтып жатырмыз. Келесі, деректерді тасымалдау жабдықтарының ақпараттардың сигналдарын тасымалданатын физикалық орта деп те қабылдай алмаймыз. Ол бізде С немесе А варианты деген варианттарға тоқталсақ болады. Көп ұстаздарымыз осы шатасады негізінен. Бұл жақта әрбір сөздің анықтамасына қарап отыруымыз керек. Біздің кітаптарда қалай берді деген сұраққа жауап бере алуымыз керек та. И сол біздің кітаптарға байланысты анықтама екенін белгілі, сол анықтама бойынша жауап беруіміз керек. Егер сол анықтама бойынша жауап бергенде қабылдамай қалатын болса, біз оны апелляция арқылы оп-оңай ұта аламыз. Деректерді қамтамасыз ететін және деректерді қол жеткізуді ұйымдастыратын компьютер, иә. Серверде мысалы біздің логин парольдарымыз сақталып тұрады, и оған қол жеткізе аламыз. Дұрыс қой? Қабылдайтын деректерді өңдейтін және өңдеу нәтижелерін пайдаланушыға ұсынатын компьютер. Бізде каждый раз сервер өйтіп жұмыс істей алады негізінен, бірақ та ол сервердің бірегей функцияларының бірі деп айтсақ болады. Бірнеше функцияларының біреуі осы. Ол өңдей алады ақпаратты. Бірақ та оның основной функциясы қамтамасыз етеді. Яғни деректерді қамтамасыз ететін және деректерді қол жеткізуді ұйымдастыратын компьютер болып саналады екен. Келесі бізде енді подсказкамен шыққан multiply list деген ақпаратымыз бар екен. Multiply list деген функциямыз бар екен. Бұл жақта бізде тізім сандарын функциямыз бидеді. Multiply list деген, егер ағылшын тілінен аударып алатын болсаңыздар, multiply арқылы, multiply болмаса prod деп те жазылуы мүмкін, иә. Бұл арқылы біз негізінен несеміз тізімде берілген ақпаратты бір-біріне көбейте саламыз ғой. И бізге берілген бұл функциядағы ақпарат, иә, 2-ні, 3-ті, 4-ті бір-біріне көбейтетін болсаңыздар, бізде қанша шығады? 24 деген сан шығады екен. Бұл жерде енді подсказка арқылы біліп қойды. Негізінен бұл жерде қарап тұрсаңыздар, тізімді бөліп, жіктеп бір-біріне осылай жасап жатыр екен. Негізінде мысалы бірінші элементін алып алады да, оны көбейтеді мына жақтағы бөліктегі элементтерін. Оның бірінші элементін алып алады да, оның бөлігіндегі элементтерін көбейтеді деген сияқты. Түбінде бізде multiply сол list, яғни тізімнің элементтерін бір-біріне көбейтіп жатыр екен. Солай бізде не істеді? 24 деген санымыз шыға кетті. 38-ші пай қайтадан логика. Логикада уже көріп тұрсыздар ғой, логикада бізде жаңағы нені құрастыруымыз керек, схеманы құрастыруымыз керек, схемадан өрнекті анықтай алуымыз керек. Сонымен қатар бізде бұл жерде жаңағы операциясы құралымыз керек екен. Варианты. Так, бізге беріп қойған А-ның терістеуінің өзі, иә. Сөйтеді оны B-ға көбейт деп тұр ғой. Көбейту дегеніміз, егер екеуі бірмен бірді көбейтетін болсақ, біз 1 деген ақпаратты аламыз. Ал егер екеуінің біреуі 0 болатын болса, біз 0 деген ақпаратты кәдімгі көбейтеміз. Яқта 0 болады, яқта 1 болады.
мына жақта 0 болады. Мына жақта 0 болады. 0 1 0 0. Не үшін 1 болды? Өйткені мына жақта 1 мен 1-ді көбейттім. Сонда менде ақпараттың 0 1 0 0 В жауабы болады екен. 38, 39, 39-да жаттап алатын біздің формуламыз. Бұл бізде Хартли теңдеуіне байланысты ақпарат. I тең KX, K символы нені береді бізге? Символ саны. Ақпараттағы символдар санын береді екен. Ақпарат көлемі бұл айдың өзі екен. Айдан анық, и получается X салмағы ма? X ақпараттың салмағы болып тұр. Алфавиттің қуаттылығы бізде N әрпімен беріледі. Оны ұмытпаймыз. Болды, басқа ештеңе емес. Бұл жақтағы әрбір қайсының өзінің анықтамасын біліп алсақ та, сондай сұрақтар келіп қалған жағдайда біз жауап бере аламыз. Деректерді өсу немесе кеміру ретінде орналастыру тәртібі бұл бізде сұрыптау екен. 40-шы сұрақта жауап бердік, бұл бізде уже зерттеуші. Тағы да 5 сұраққа жауап бере алатын болсақ, біз уже мастер деңгейіндеміз, шебер деңгейіндеміз. 41-ші сұрақ, бізде уже 41-ші сұрақ пен 50-ші сұрақтың арасында бізде контекстік сұрақтар келеді. Сол контекстік сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. До этого бізге қарасаңыздар, логика тақырыбының аясында өте көп сұрақтар кездесті. Бір 5-еу кездескен шығар. Соның өзінде қазір бізге контекстте тағы да логика келіп тұр. Енді логика жаңа контекстке келген кезде бұл жақта енді сіздер мына ақпаратты мұқият асықпай оқуларыңыз керек. Неліктен десеңіздер, кейбір сұрақтардың жауаптары прям осы жерде жазылып тұрады. Логикалық элемент осындай ақпарат, конъюнктор, дизъюнктор, инвертор. Бағана есептеулердің аясында да біз айттық, мынау конъюнктор, бұл жақта конъюнкция операциясы орындалады, яғни мына жерде амперсант жазылады дедік. Мынау дизъюнктор бұл қосу операциясы, мынау бізде инвертор болатын болса, мына жақта терістеу болу керек етін, мына жақта мынандай шеңбері болу керек етін, шеңберін ұмытып кеткен көрінеді. Так, конъюнктор жауабы. Логикалық көбейту қайсы? Конъюнктор. Импликатор деген бұл жақта ақпарат бермеген. Негізінен импликатор деген ақпаратымызда бар. Негізінен инвертор дегеніміз терістеу, конъюнктор дегеніміз көбейту, дизъюнктор дегеніміз бізде қосу. 42. Бір кіріс немесе бір шығыс болатын терістеу операциясы. Мынау ғой? Инвертор. Мына жердегі шеңберін ұмытып кеткен, қайтадан инвертор екенін айтып отырмыз. Дизъюнктор қосу, конъюнктор көбейту, импликация ол бұл жақта басқа схемалар арқылы беріледі. Негізінен схема ауысу керек. 43. Сұлбаның логикалық өрнегі. Көрдіңіздер ғой, бағана есептеулер бізде керісінше берген. А терістеу көбейту, Б терістеу. Дұрыс айтасыз. А терістеу көбейтілген, Б терістеу, қосу. Терістеусіз Б. Жоқ, терістеу жоқ бұл жақта. Мына жерде В-ның өзін қосамыз. Сонда получается А терістеу, көбейту астыға қарай тұрады. Б терістеу, одан кейін барып қосамыз Б-ны. Қосамыз В-ны. Мынау қосуымыз үстіге қарап тұр, көбейтуіміз астыға қарап тұр. Терістеулердің барлығы шекесіне жазып шықтым. Ондай болатын болса, қай жауап? А жауабы. А жауабы бола ма? Иә, А жауабы болады. Мына жақта не үшін болмайды? Екеуі де қосу болып кеткен, екеуі де көбейту болып кеткен. Мына жақта орналасу екен. Қосумен көбейту. Болды. Бұның жауабын ала алдық. 44. 44 не дейді? 44-те ANSI стандартына сәйкес логикалық көбейту дейді. Көбейтуіміз бізде мына жақта С варианты арқылы көбейтеміз. Иә, дұрыс айтасыз. Мына ANSI варианты деген стандарт негізінен көптеп халықаралық стандарт болып саналады. Осы логикалық сұлбаларды жазған кезде мынау бізде терістеу деп те қабылдайды. Мынау бізде дизъюнктор, мынау көбейту. Так, бұларды шатастырмауымыз керек, просто берілген кезде. И получается, бұл біздің көбейту элементінің белгіленуі шыға кетті. Так, келесі 45-ші сұрақ. Көріп тұрсаңыздар, 5 сұрақты осы логикалының аясында берді. И біз оған дұрыс жауап бере аламыз керек. Так, бізге А мен және Б-ның мәндері берілген екен, бірақ та нәтижені өзіміз анықтауымыз керек. Бізге бедеді А-ны терістейміз, А-ның мәні менде 0-ні жеде. Оны терістеген кезде ол 1 болады. 1-ді көбейтемін неге? 1-ге, Б-ның мәніне. Екеуінің арасында көбейткен кезде мен 1 мәні шығады. Оны қосамын деп, уже қосамын деген кезде мен екінші жағын уже есептемей қойсам болады. Өйткені қосу кез келген ақпаратты 0-ге болсын, 1-ге болсын, менде 1 мәні шығады.
иә. Келесі 1 мен 1-ді деп тұр. Қараңыздар, мына жақта а-ны терістеуінде ол 0 шығады. 0-ді қосамыз, мына жақтағы а-ның, яғни 1-ді көбейтілгенде 0-ге. Яғни 0-ді көбейтсек кез келген мәнге 0 шығады, оны 0-ге қосатын болсақ, бізде 0 деген мән шығады. Келесі 0 мен 1-ді қосамын, менде 1 деген мән ақпарат шықты. Оны қосамын деп тұр, болмаса мына жақта b-ны ең төбінде бәріне қосам деп тұр ғой. Яғни менде 1 деген мән шыға кетеді. Мен оны есептеудің қажеті жоқ, потому что мынаның барлығын түбінде қанша шықса да, мен оны 1-ге қосатын болсам, түбінде менде 1 шығады. Мен соны білем, и получается оны уже жаза салам. 1-ге қосылған ақпарат сізге 1-ді береді. То же самое, егер 0 болып тұратын болса, 0-ді көбейткен кезде кез келген санға, ол 1 болсын, 0 болсын, түбінде сізге 0 шығатынын білесіз. Сондықтан да сол екеуін принциптерін қарап отыратын болсаңыз, сіз ой жаңалық саласыз. Сонда бізде мына варианттардың арасында жоқ екен. Д варианты 1, 0, 1. Болды, 45 алдық. Шебер деңгейіндеміз. Енді 50-ге дейін барайық. 50 бізде білесіздер, бренд онлайн кейбір кездері путевкалар тегіп жатады. 50-ден 50 алған ұстаздарға соған да ұмтылып берейік. 46-шы сұрақ. Қарап тұрсаңыздар, құрметті әріптестер, бір нұсқаның аясында екі контекстімізде не логикаға байланысты екен. Біреуі схемаларға байланысты болды, екіншісі уже не болып тұр? Тура сол таблицаларға байланысты, логикалық өрнектерге байланысты болып тұр екен. Получается, уже 10 сұрағымыз логика тақырыбынан келіп тұр ғой. Тура сол сияқты кез келген тақырыбымыздан келіп қалуы да мүмкін. Жауабы конъюнкция. В жауабы. Дұрыс айтасыз. Және десек конъюнкция. Және көбейту, жаңа крыша деп те жаттап атамыз, оқушыларға айтып жатқан кезде. Сол конъюнкция ақпараты уже жәнеге келеді. Дизъюнкция ол ор немесе болмаса қосу деген ақпаратқа келеді. Импликация бұл жақта да лишний бере салған екен, бірақ та бұл ақпаратымыз жоқ біз. Инверсия ол терістеу, логикалық емес. Так, бұл кетті. 46-шы сұрақ, 47-шы сұрағымыз бар. Дизъюнкция үшін қолданатын шарты белгілердің бірі. Қосу, дұрыс айтасыз. Білгеніміз абзал. Мынау бізде көбейту, мынау бізде көбейту, мынау бізде көбейту. Үшеуі де көбейтуге жатыр. Так, келесі. 48 уже бізде өрнекті толтыруымыз керек екен. Систенің өрнегі дейді. Яғни бізге беріп қойған ақпаратты біз оның нәтижесін шығаруымыз керек, яғни бір-біріне қойып шығуымыз керек болып тұр ғой. Так, былай алайық. Біріншісін қойып шығатын болсақ, 0, оны терістеп алсаңыз, 1, уже 1-ді қосатын болсаңыз, 1 деген ақпарат шығатын белгілі. Үшеуді қосып тұрмыз ғой. Келесі 0, қосамыз 0-ге, түбінде сіздерден 1 болады. Жоқ, 0 болмайма. Яқта бұны терісте жүрдік қой, 0 болды. Тұрш шығып тұр біріншісінде. Екіншісі соңғысында қарайтын болсаңыз, 1 болады да А-ның орнына. Оның барлығына кез келген ақпаратты қосатын болсаңыз да 1 шыға кетеді екен. Сонда бірінші вариантымыз уже дұрыс. А варианты уже дұрыс. Келесі варианттарды қарап көре салайық. Бір шықпайтын вариант. В дұрыс емес, потому что олардың арасында мысалы В 1 болып кетеді да, и получается сізде бір ақпарат шығып кету керек. Үшеуі де көбейтілген жағдайда менде біреуі 0 болатын болса 0 шығу керек, а бұл жақта ондай ақпарат жоқ. Мына жақта А-ның терістеуіне көбейту деген ақпарат болып тұр екен. Қарайық. Получается 0-ді 1-ге ауыстырып жібереміз де, оны көбейтетін болсақ Б-ға менде 0 деген ақпарат шығады. Оған қосамыз Б-ның терістеуін біріншісінің өзінде шықпай қалады. Сондықтан да мынау бірінші вариантым менде дұрыс. Так, 48 кетті. 49-да қайтадан өрнек берілген, өрнекке байланысты ақпаратты анықтай алуымыз керек, яғни ақиқат кестесін дұрыс құра алуымыз керек екен. Ондай болатын болса, біріншісін есептеп көрейік. Біріншісі менде 4-0, 4-1-ден басталды. 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Одан кейін барып А-ның терістеуі дұрыс орындалды. 4-0-дің орнына 4-1 жаздым, 4-1-дің орнына 4-0-ді жаздым. Одан кейін барып Б-ның терістеуі орындалды. Жүдемді келесі ақпаратым былай дейді. А-ны көбейткен кезде Б-ға, мынау жақшаның іші орындалып жатыр. А-ны көбейтетін болсам Б-ға, мен түсінуім керек, что мен мына линияны көбейтіп жатырмын бір-біріне. Егерде 0-дерге ақпарат көбейтетін болса, ол жердің барлығы 0 болады. Яғни 4-0-ның өзі автоматты түрде жазылу керек. Келесі 2-1, 2-1-ге көбейтіледі, сөйтеді 1-лер жазылады. Келесі ақпаратын 0-дер көбейтіледі 1-лерге, менде 0-дер жазылды. Дұрыс, пока дұрыс. Оған қосамын С-ның өзін дейді. Енді мен мына линияға келдім. С-ны қосамын
мына ақпаратқа, дұрыс қой. Қоспаймын, көбейтейін деп жатырмын, иә. Қайтадан көбейтетін болсам, 0 мен 0 тұрған жердің барлығы менде 0-ге айналып кету керек. Яғни менде неяқта 4 0-ім жазылу керек өзі, егерде көбейту болатын болса. Жерде көбейту. Сонда 4 0-ім жазылу керек етін, мына уже бірінші вариантта мен оны анықтай алмаймын. Значит, мен мына бірінші варианттан ауыт қоймын. Бірінші вариантым дұрыс емес. Сөйтемін да мен егерде мына мен бірдей болатын болса, қараңыздар, 4 0 1 1 0 0 деген варианттарым болатын болса, мына вариантта көрдіңіздер ғой, мынау екінші есептеуімнің өзі дұрыс емес болып тұр. Сондықтан уақыттан шығам. Менде мынаған ғана келетін сияқты, қарап тұрсаңыздар. 4 0 1 1 0 0. Мынаяқта уже мынаның өзін дұрыс есептемеген. Б вариантында да тура сондай. Көрдіңіздер ғой, енді Д вариантының өзін белгілесе сақта болады, болмаса соңына шейін есептей салайық. Мына 4 0 1 1 0 0 екен. Оған не істейміз? Көбейтеміз S-ті. 4 0-ім өзі жазылады. Одан кейін бар, мына 1-ге көбейтемін мен мына 0-ді. 5-ші 0-ім болды. Одан кейін бар 1-ді 1-ге көбейтемін, 1 болды. Одан кейін келесі 2 0-ім қайтадан 2 0-ді береді. Келесі ең соңындағы ақпарат мына линияға мен қосуым керек уже. Шатаспасам, мен қосуым керек А-ның терістеуін. А-ның терістеуі дегеніміз мына жолда тұр. А-ның терістеуі мына жолда тұратын болса, мен мына линияға қосам. 4 1 мен 0-дерді қосқан кезде 1-дің өзі шығады, 4 1-ім өзі шығады. Одан кейін барып 0-ді 0-ге қосамын, 0 шығады. 0-ді 1-ге қосамын, 1 шығады. 0-ді 0, 0-ді 0, и біздің дұрыс вариантымыз Д варианты екенін осы жерден шығарып алдық. Бұл жақта енді конъюнкция, дизъюнкция операцияларын біз дұрыс орындай алатын болсақ, бұндай сұрақтарымыз бізге еш қиындық туындатпайды екен. Бұл түсінікті болды ма? 49-шы сұрақ болды. Иә, түсінікті. 50. Кездейсоқ параметрлермен жасалатын сынақтың бірнеше сериясын қолдануға негізделген логика. Бұл енді анықтамада бізде логикалық операциялар және де кездейсоқ параметрмен жасалатын сынақтың бірнеше сериясын қолдануға негізделген логиканың түрі ол ықтималдылық деп аталады екен. Бұны жатқа білгеніміз абзал. 50 сұрақтың барлығына жауап бердік. Қазір жазып отқандарыңыз болса, қазір егерде операционный сұрақтар болатын болса, болмаса біз дұрыс емес белгіленген сұрақтарымыз болса, соларға да анализ жасауға тырысамыз. Жалпы 50-ден 50 шығу керек деп ойлаймын. Растау 2 2 4 аяқтау. Сонымен бүгінгі талдауымызда біз 50-ден 50 ұпайды жинап тастадық. Міне құрметті әріптестер, арасында бар енді андай операционный ау деген сұрақтарымыз бар. Бірінші сұрақ байқадыңыздар. Негізінен біздің информатика пәнінде өзі сондай специфика. Бізде енді ОБТ-ға осы 2 жыл болды ма, 3-ші жыл болды ма қосылғанына бізде тест құрастырушылар да жаңадан үйреніп отқан жайты бар. Сондықтан да бізде моменттер болады, когда операционный сұрақтар әбден кездесіп жатады. Сондықтан да ондай сұрақтарға мұқият болыңыздар. Жүйе қайсысы қабылдайды деген ықтималдылығы жоғары сұрақтарды да біліп отырыңыздар. Жаңа бірінші сұрақта мен уже біліп отырмын, примерно осыны қабылдау керек, потому что біздің жүйеде солай құрастырылған деген сияқты ақпарат ше. Өйткені біз НКТ-мен бірінші жыл айналысып жатқан жоқпыз. Ол белгілі да. Сондықтан да құрметті әріптестер, 50-ден 50 алуға мүмкіндік бар. Біздің базаның 15 нұсқаның барлығын толықтай қамтыған болсаңыздар, 50-ден 50 оп-оңай аласыздар деген үміттемін. Міне осылай бүгінгі талдау сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер көрінбей қалды, болмаса жаңағы сет тартпай қалған жағдай болатын болса, мен оның барлығын сіздерге жекелей жіберіп беретін боламын. Так, осы жерде кері байланыс болса, құрметті әріптестер, барлығы түсінікті болды ма? Енді ертең кіретін әріптестеріміз болса, міндетті түрде осы нұсқаларымызды, соңғы талдауда қарастырған нұсқаларымыздың барлығын қарастырып шығыңыздар. Үйдіңіздерді барынша тесттерді тапсырып, квизистерді қайталап,
әбден дайын болыңыздар. Сарапшыға қашан ашылуы мүмкін? Сарапшыға күтіп отырмыз, ресми ақпарат күтіп отырмыз, бірақ та енді барынша қазірден бастап кірісе беріңіз, өйткені білесіз 15 нұсқаны толықтай қамтып дайын болып отыруларыңыз керек. Ашылып қалатын болса, табан астынан сіз дайын болуыңыз керек. Так, бүгінгі нұсқа бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі нұсқа бойынша кері байланыстар, педагог статусына кіретін ұстаздарымыз. Егер де ертең кіріп 50-ден 50 алып шығатын болсаңыздар, сіздерге менің фундамент курсымды сыйлыққа ұсынатын боламын. Ол жақта енді информатика саласында Назарбаев зияткерлік мектебі болсын, гимназиялар болсын, қандай международный школалар болсын, сол жақтың базасымен дайындалған курс. Ол курсты өткеннен кейін барынша сондай мектептерде жұмыс істей аласыздар деген ойда. Так, 50-ден 50 сіздерден күтемін ертең бұйырса. Жақсы деп мен записьті тоқтата берсем. Одан кейін барып. Рахмет, доктор. Жақсы. Барлығы түсінікті болды ғой, иә? Так.